Иә, қазір қызық басталады бауырларым. Келесі сабақта қайсың бақа ұстап әкелесіңдер, деп сұрады зоология пәнінің мұғалімі Оспанов. Мен әкелем дедім. Қадырып, сен әкелесің, ұмытып кетпе бірақ. Ағай, неше бақа әкелейін? Бір-екеу әкелсең жетеді. Мен бір-екеудің орнына тіс порошогінен босаған қаңылтыр қобдишаға толтырып 5 бақа әкелдім. Оның біреуі ғана үлкендеу еді де, басқалары кішкентай ұсақ бақалар болатын. Бірінші сабақ қазақ тілі. Классқа Майқанова кірді де, класс журналы мен сумкасын менің алдыма стол үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Қоңырау әлі бола қоймаған. Сол кезде сап етіп басыма бір қызық ой келе қалды. Кішкентай бақаның бірін Майқанованың сумкасына сүңгіттім де жібердім. Не болар екен? Қоңырау соғылды, сабақ басталды. Тізім шақырып болғаннан кейін Майқанова сумкасын ашып, қол орамалын суырып алды. Сол кезде кішкентай қара сұр бақа қол орамалымен қоса секіріп шығып, секемшіл мұғалімнің қолының дәл үстіне қонбасы бар ма? Майқанованың шаңқ еткен даусы бірақ шығып үлгерді. Өңі құп-қу болып, сылқ етіп құлап бара жатыр. Майқанова содан сабаққа 2 күн бойына келмеді. Шошынып ауырып қалыпты. Жұмысқа бүгін ғана шығып отыр. Бүкіл мектепті даңғаза қылған бақа оқиғасының мән-жайы міне осындай. Кітапты оқып бітірдім. Өзіндік әсері бар кітаптың. Фильмі де керемет, кітап та керемет. Орындар өтіңдер! Айтасыңдар ма жоқ па? Кім дейміз деген? Жарайды. Онда сабақтан кейін бәрін қаласың. Жүргізе беріңіз.